Үнсіздік ұлы дос. Адамды сөйлемейді екен, үндемейді екен деп басына беруді доғарыңыз. Себебі ол ең бірінші сөйлемей, үндемей тұрғаны сізге деген құрметі. Ал сол құрметке сіз лайықсыз ба, лайық емессіз бе, оны өзіңіз білесіз. Жақсы сөз сөйле, болмаса үндеме. Жақсы жауабың болмаған кезде үнсіздік алтынмен тең. Бақытты адам үнсіз келеді. Ұлы адамдар бір-бірін үнсіз-ақ ұғысады. Адамның мінезінде 3 асыл қасиет болу керек: сабыр сақтау, әр нәрсенің шегін білу және үнсіздік сақтай білу. Бұлар өмірде ақыл, талант, сұлулықтан да көбірек көмектеседі. Үнсіздік тектілік пен шыдамның белгісі. Үнсіздік мағынасыз сұрақтарға берілген ең жақсы жауап. Керек емес жерде тіл қату адамның қадірін кетіреді. Оның ішінде адамның жауапта болуы ғажап емес. 2 мықты қару бар. Ол үнсіздік пен күлімсіреу. Күлімсіреп жүріп, көптеген мәселелерді шешуге болады. Үнсіздік болса, ондай мәселелерге тап болудан сақтайды. Үнсіздік ақылдының қаруы, ақымақтың бетпердесі. Әйелді үнсіздік әшекейлейді. Барлық жамандықтың 2 дәрісі бар: уақыт және үнсіздік. Көңілің бір ауыратын кездер болады екен. Не өкпелеуге, не түсіндіруге, не бір ауыз артық сөз сөйлеуге шаман келмейді. Тек үнсіз бәріне шыдай бересің. Үнсіздік әлсіздіктің белгісі емес, керісінше мықтылар үндемей жасайды. Ал ақымақтар өмір бойы өзін дәлелдеп өтеді. Өзіңе айқын нәрсе туралы ғана айт, немесе үндеме. Адамдар қалай сөйлеуді үйренеді, ал ең басты ғылым қалай және қашан үндемеуді білу. Үнсіздік қайталанбас нәрсе. Өміріңіздің әртүрлі кезеңдерінде ол бізді қатты ренжітуге немесе ессіз тыныштандыра алады. Мұның барлығы адамның мәселелерді қалай шешуге дағдыланғанына байланысты. Біреу мәселелерін достарымен және жақын адамдарымен шешеді. Ал біреу толық үнсіздікпен оңаша жағдайда мүмкін болатын шешімдер туралы ойлауға бірнеше сағатын жұмсайды. Мен өмірде көп нәрсені естідім. Ант, уәде, мақтау. Бірақ мен естіген ең жақсы сөз үнсіздік. Онда өтірік жоқ.